Семейде жемқорлық азаймай тұр. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өткен жылы Қазақстан теміржол ұлттық компаниясы мен оның филиалдарына тексеру жүргізген. Нәтижесінде қаптаған заң бұзушылықты анықтаған. Әсіресе мемлекеттік сатып алу заңдары өрескел бұзылғаны белгілі болды. Сатып алулардың 95%-ы бір көзден алу әдісі бойынша жүргізілген. Сондай-ақ жобалық сметалық құжаттардың құны қолдан қымбаттатылған. Вагондарды қолданысқа берудің кәсіпкерлермен арадағы келісімдер тікелей ақшамен шешіліп отырған. Осы сынды түрлі заң бұзушылық нәтижесінде 20 қылмыстық іс тіркелген, 15 адам жауапқа тартылып, 3-і сотталған. Бұл туралы Семейде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жанындағы республикалық қоғамдық кеңес отырысында айтылды. Облыс басшылары мен өңір жұртшылығы қатысқан жиында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы бойынша атқарылған жұмыс нәтижелері тыңдалды. Сыбайлас жемқорлықпен күресте қоғамдық бақылауды күшейту жолдары талқыланды. Кеше ғана қабылданған қоғамдық бақылау деген заң мәжілістегі сол да бір чорға шығып тұр ғой. Қоғамдық бақылау әр сала болсын, қоғамдық бақылаусыз сіз түк жасай алмайсыз. Сіз әділеттік қоғамды құра алмайсыз. Сол үшін қазір әр азаматтың, қарапайым азаматтың айтқан өте маңызды болып тұр.